Барлықтарыңызға сәлем, құрметті Дарын онлайн каналының оқырмандары. Бүгін бізде қонақта Қанағат Ахметқұл есімді біздің дарынды оқушымыздың ұбт 2025-те 134 балл жинап, рекордтық көрсеткіш көрсеткен оқушымыздың анасы қонақта. Гүлзина ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Гүлзина ханым арнайлап бізде Шымкент қаласынан келді. Тағы да қош көрдік дейміз. Бүгін бізде енді видеомыз интервью форматта болады. Сондықтан кішігірім сұрақ қоямыз, сіз жауап беріп, солайынан жалпы оқырмандарымызға пайдалы болу үшін барлығы. Ендеше жалғастырайық. Жалпы Дарын онлайн курсына қалай келдіңіздер? Соны айтып кетсеңіз. Бізде Дарын онлайн курсына мен сілтеме көріп қалдым. Өзім Жетісай ауданы, Түркістан облысында 37-ші мектепте еңбек мектебінде жалпы ағылшын тілі пәнінің мұғалім болам. Сол сілтеме арқылы кіріп, ата-аналар жиналысына қатыстым. Тағы бір қызығы, бізде 29 сәуір күні мен тест тапсыруға Шымкент қаласына шыққан болатын. 30 күн тапсыруым керек. Жолда келе жалпы ата-аналар жиналысына қатыстым. Жолда келе қатысып, сол күні соны тіркелдім ғой. Күшті, керемет. Негізінде енді Қанағат, мен жаңа біз интервью жасадық қой, өзімен жеке сол кезде айтып жатыр ғой, тек қана прогресс болған. Өте керемет та негізінде ол. Және де Гүлзина ханым өзінен де біз сұрадық, жаңа айтып жатсыз, өнерлі болды, жастайынан домбыраға, сондай шығармашылық жағына өте қызықты деген секілді. Енді жалпы 134 балл жинауға, осында рекордтық көрсеткіш көрсетуге анасының, Гүлзина ханымның ықпалы қалай болды? Соны айтып кетсеңіз. Енді бір қызығы сол, қызымның хабар жоқ қой мен курсты алғанынан. Сосын барғаннан кейін айттым ғой, осы Дарын онлайн курсын алдым. Қызым осыған оқисын. Өйткені мен қызыма өте сенімді болдым. Ол кішкентайынан жаңа шығармашылық қабілетті, дарынды болды. Қанша жарыстарда бас жүлде алған. Шығармашылық жөнінде де. Өнер сайысында да мектебіміздің атын қанша жерде шығарып жүрген. Сонымен айттым, балам, 140 плюс анау Дарын онлайн курс айналып келгенде, сайып келгенде бір оқулық, бір кітап. Ол сенің қаншалықты дәрежеде көтерілу өзіңнің еңбегіңе байланысты. Қызыма рахмет, мен сол кеңесімнен шықпай қатысты. Күшті, керемет. Керемет нәтижеге жеттік. Иә, керемет. Енді осы келесі сұрағымыздың бірі, жалпы балаңыз үшін бір уайымдаған сәт болды ма, осындай нәрсеге беретін кезде, немесе сенімді болдыңыз ба? Енді менде уайымдаған сәттер менде екі жақты курста болды. Тілдік деңгейге берген ғой. Біз ағылшын тілін таңдағандықтан, ол деңгейді бастады да 9 сыныпта IELTS дайындығын бастап кетті. Біз IELTS-ты тамыз айында тапсырамын деп, мен сәуірдің аяғында алып қойғам ғой, 3 ай жаз бос өтті. Жалпы Дарын онлайн курсында сабаққа қатыспайды, маған мұғалімдер шығады. Мен оны айтам, ол IELTS-қа кіріп кеткен кейін түсіндірдім. IELTS-қа қызым дайындалып жатыр, соны тапсырып болғасыңыз толық дайындыққа отырады деп, қыркүйектен бастап деп. Сол кездерде кейін уайымдап қалып, балам қой, ол кісі де сәл кешеуілдетті, әлі дайын емес, толық дайындық жалғастырамыз деп, сосын қыркүйекке қарамай балам бастап жібер дедік, сонымен бастап кетті ғой. Дайындықты екі жақты бастап кетті. Осы жерде менде андай сұрақ пайда болып тұр да, жалпы онлайн оқудың артықшылықтары сіздерге қандай болды? Онлайн оқудың артықшылығы мен үшін бала үйде отырады, жолда сандал уақыт өткізбейді, қалаған уақытта барлық комфорт үйде отырады да, еркін отырып қатысады сабаққа. Кедергі жоқ. То есть жаныңда болады. Және де мысалы артық транспортқа ақша кетпейді, немесе ол енді барғаннан кейін бір офлайн орталыққа барғаннан кейін ол жерде бір не істеу керек болады, тамақ ішу керек болады деген секілді нәрсе. Алаңдайды. Алаңдайсыз, еще жаныңызда болмағаннан кейін. То есть онлайн оқудың артықшылығы, сіз айтып жатсыз, жаныңда болады, үйде оқи береді, бастысы сет ұстаса болды деген секілді. Күшті, керемет негізінде. Енді бір келесі сұрақтарымыздың бірі, өте қызықты сұрақтардың бірі негізінде. Қанағатты жалпы қалай еркелетесіз? Немесе қолдау білдіретін кезде қалай қолдау білдіресіз? Мен бұларды балабақша кезінен бір сайысқа қатысатын болса, мынандай зат сатып алып берем, я болмаса сол кезде барлық жағдай жасайсың ғой балаға. Кішкентай бала ойыншық бересің деген сияқты. Сол кезде оларда мотивация пайда болады. Сөйтеді, соған қарай еңбектенеді ғой. Мен өзім мұғалім болғаннан кейін жан-жақты қазір енді алтын қызым деп, мен емес жалпы біздегі осы аудандағы жалпы мұғалімдер алтын қыз деп жатады. Мен өзім қара қызым, дара қызым деймін, екі қызым бар. Біреу сары, біреу қара қызым, дара қызым дейтін ем кішкентай кезінде. Сары қызым, дәрі қызым деп қоятын ем. Енді кішкене жаным деп, алтын қызым менің деп еркелетеміз ғой енді.
қанағат көріп отырса айтып жатыр бәрін мамасы жақсы көреді деп па бүйтіп па иә күшті керемет. Енді мен енді аса махаббатымды сыртқа білдіре бермеймін да. Көкесі жақсы білдіреді, әкесі тарапынан жақсы. Көкеміз қалай еркелетеді? Енді керемет еркелетеді енді. Алтындарым, жандарым, періштелерім деп ол. Байлықтарым деп көкесі керемет еркелетеді. Рахмет көке сізге де. Вот. Енді жалпы қанағат А точкасы бағана сұрап жатырмын 10 сыныпта 63 балл 73 балл деді ма, сондай болды деді. Одан кейін барып осы 134 балл жинады соңғысынан. Жалпы 60+ балл прогресс болған арасында. Вот. Сондай бір нәтижені көрген кезде бір қалай қуандыңыздар, бір енді үміт қой, енді ол үмітті ақтап кәдімгі шыққаннан кейін өзінен де сұрап жатырмын, бір күшті эмоция болды деп жатыр да. Мен енді мұғалім болғаннан кейін менде қанша сыныптар шығарып жатырмын ғой. Бізде көрсеткіш прогресс болған жақсы ғой. Прогресс 60-тан кейін былай жайлап өзі мен көбінше сырттай онлайн тест тапсырып көре бердім даму үшін да. Өзің қай жерде кемшілік кетті біліп отырасың деп. Ақшадан тарынба деп қоясың ғой. Ақылы тесттерді тапсыр. Сол кезде 3 балл, 4 балл, 10 балл болсын көтеріліп отырды ғой. Бізде барлығы мектеп директоры да соған қуанды. Бұл да ең бастысы прогресс. Мынау тек көтеріліп кетіп жатыр да төмен түсу жоқ қой. Сол мына балада оқып жатқан білімін бойына сіңіріп жатқан көрініп тұрады да. Сол прогресс. Бұл сосын өзі мен білем кішкентайынан табанды алған бетінен қайтпайды. Нәрсе кірсе ма соны бір нәтиже шығарады ғой. Биылғы жетістік өте көп болды. Жаңа ағылшын тілінен облыста жаңа нәтижелі жүлделі орын алдық. Соның арқасында Ыстықкөлге қыдырып қайттық. Ыстықкөлде жүрдіңіз ғой сіз айтпақшы. Иә, тегін жолдамамен соған қыдырып қайттық. Біздер қанағаттың арқасында болып жатыр ғой. Күшті. Мәссаған. Қанағат супер. Иә. Өте жақсы ғой негізі ананың разылығын алып, осылайынан жалпы балалардың жетістікке жетіп жатқаны әр ана үшін өте бір біздің қанағаттың жетістігі тағы бір менің өзімнің сыныбым бар ғой. Биыл 10-шы сынып, келесі 11. Қысқы осы жиналыста дарын онлайн жиналысында менде бір уже 4-5 ата-ана алды. Енді нәтижені көріп бұдан да көбейеді деп ойлаймын. Құдай қаласа қыркүйекке қарсы ата-аналарымыз. Күшті керемет. Енді осындай бір нәтиже болып жатыр. Жалпы дарын онлайн сізге тағы да несімен ұнады? Бізде бұл жерде істейтін қыздар, жігіттер, жәндегі әти мамандар дейді, ол байланысқа шығады бізбен, иә. Сосын кураторлар үнемі жібермейді ғой. 1 минут, 2 минут кешікті ма, қанағат кірмей жатыр, балаңыз кірмей жатыр дейді. Мен көбінше сабақта болып қаламын, сразу ана пересланный қылып тастаймын. Мама кіріп жатырмын дейді, 5 минут. Өйткені екі жақты болып қалды ғой бұл 40 неге дейін. Желтоқсан аяғына дейін офлайн курсқа барады ғой ағылшын тілінен. Сол кезде міне жолдамын кіріп жатырмын деп жатыр. Керемет. Жалпы осы жердегі дарын онлайн курсында сабақ беретін ұстаздар, тренерлер, жалпы жұмыс жасап жатқан қызметтегі қыздар, жігіттер өте керемет. Осы бетінен таймасын, барлығына сәттілік, шығармашылық табыстар тілеймін. Оқушыларыңыз көбейе берсін, шәкірттеріміз. Рахмет. Нәтиже көрсететін. Рахмет, мен айтқаныңыз. Бізде бәрі 140 деп сенбек енді, бұйырғаны. Жоқ, 140-тан 134 балл жинау дейтін негізі өте керемет көрсеткіштер. Бізде ауданда даже осы ағылшын тілінен 134 балл ағылшыннан жинаған осы менің қызым ау деймін. Бірінші рет. Супер, керемет. Мәса, өте жақсы негізі. Еще Жетісайда көп адам тұрады ғой? Көп адам тұрады. Соның ішінен суырылып шығып 77 мектеп қазір, 77-ші болды. Жалпы 74 мектеп білім берді ғой. 76 мектеп оқу жылын аяқтады. 76 мектептің ішінен ағылшын дүниежүзі тарихтан қанағат рекорд. Ағылшын ДЖТ-дан 134 балл жоғары балл болды. Енді ауданның үздігі деп айтуға болады. Иә, ауданның үздігі. Күшті керемет. Енді осы келесі жылы, мен биыл 11 сыныпқа өтіп жатқан ОБОТ 2026-ны тапсыратын оқушылардың ата-аналарына қандай кеңес бересіз осылай үздік рекордсмен оқушыны шығарған ретінде болды? Иә, құрметті ата-аналар, мен сіздерге ата-ана ретінде кеңес берем, және сынып жетекші ретінде кеңес берем. Осы дарын онлайн курсын алыңыздар, өкінбейсіздер. Балаларыңыз керемет жетістікке жетеді, ең жоғары балл жинап, нәтиже береді деп ойлаймын. Жалпы сіздерге сәттілік тілеймін енді. Рахмет. Сіздерге де сәттілік.
қанағат енді үлкен өмірге қадам басып жатыр ғой, сондықтан университетке енді Мақсұт Нәріпбаевқа өзім түскім келеді деп жаңа айтып жатыр. Соған аман есен түссін, аударма ісі деген мамандыққа болады. Сол өзінің қалаған мамандығына, жалпы қалаған оқу орнына түссін деп тілейміз, тілектеспіз. Түскеннен кейін де біз енді қолдау білдіреміз, сұраса, бір нәрсе сұраса, ақпараттар болса, қажет болса, бізбен байланыста боламыз, жоқ байланысты үзбейміз. Солай. Бізде көп оқушыларымыз просто осы ұбт-ны тапсырғаннан кейін бізге келіп жұмыс жасайды. Сондай да, ондай экосистема дейді, сондай қалыптасқанша. Бітіргеннен кейін барып, сіздерге барып жұмыс жасауға бола ма, вакансия бар ма деген секілді. Бізге уже жұмыс істеп кетті ғой. Жұмыс іздеп кетті ғой. Жұмыс солай болып жатыр негізі. Еще қанағаттың кураторы Нұрсәуле ханым да, бізде солай оқыған 131 балл, қателеспесем, 135 қойған. Сөйтіп келіп бізге қазір жұмыс істеп жатыр, куратор. Солай ұрпақтар сабақтастығы жүріп жатыр негізінде. Мақсатымыз сапалы білімді қолжетімді ету. Жетісай ауданының қызы болды. Иә. Мақсатымыз сапалы білімді қолжетімді ету. Осы миссиямен, мақсатпен жұмыс жасап жатырмыз. Алдағы уақытта курсымызды, жалпы продуктымызды ары қарай сапалы ретінде жалғастыра береміз. Қосылайынан келіп, арнайы келіп, интервью беріп жатқаныңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Тағы бір нәрсе айтқым келеді. Бұл жерде балалар, жалпы шәкірттер, жалпы ата-аналар баланың өзінде мақсат болу керек. Бұл қай пәнді таңдайды және қай мамандықты қалайды. Сол мақсат қойған кезде проходной балл зерттейді ғой, бұл зерттеді ғой бұл қыз. Былтыр күзде зерттеп тастаған ғой. Сонда 130 плюс қоймасаң Нәрікбаевқа түсе алмайсың деген. Соған мақсат қойғаннан кейін осы нәтижеге жетіп отыр деп ойлаймын. Күшті. Мен байқадым, жаңа қанағаттың аналитикалық ойлау жақсы екен негізінде. Қатемен жұмыс жасау барысында мен түйдім, сондай нәрселерді айтып жатыр да. Өзімен жақсы жұмыс жасады, қатемен жұмыс жақсы жасайды. Анализ жасау арқылы содан бір сабақ алып, ары қарай сол бойынша жоспар құрып жұмыс жасау өте керемет негізі. Оған да осы біздегі осы куратор қыздардың көп септігі тиді деп ойлаймын. Дұрыс жол көрсете білді. Күшті, керемет. Рахмет жол лебізіңізге, жалпы сәттілік. Келгеніңізге тағы да рахмет. Сау болыңыз, Күлзина ханым. Сау болыңыздар.